Айнұр Тұрысбек әрбір топтамасын подиумға шығаруды белгілі бір перформанс ұштастырады. Театрландырылған қойылым опера би өнері деген сізді. Бұл жолы прима балерина Сауле Рахмедованың жетекшілігімен балет қойылады. Әсерлі қойылымнан кейін дизайнердің жаңа топтамасы таныстырылды. Фэшн көрсетілімде де балет өнерпаздары сахнадан алыстай қойған жоқ. Қысқасы сән мен би бұл сахнада үйлесім тапқандай. Сауле, сіз халықаралық деңгейде үлкен сахналарда қойылымдарды қойып үйреніп қалғансыз. Подиумға осындай балет қою сізге қалай, әсеріңіз қандай? Білесіздер ме, бұл менің сән сахнасындағы алғашқы тәжірибем. Сондықтан қатты қобалжыдым. Айнұр ұсыныс білдірген соң көп ойлана келе Шуберттің дәл осы туындысын таңдадым. Балетті фэшн көрсетілімге арнайы әзірлеп шығардық. Меніңше қойылым жаңа топтамаға сай сияқты. Жаңа коллекциясында былғары ханшайымы былғарыдан бас тартпаса да үлгілерде нәзіктік байқалады. Киімдердегі қауырсын мен шыт мата осы сөздеріміздің дәлелі. Бұл топтамаңыз өте ерекше болды. Әдеттегідей қара түстердің орнына ақ сұр түстерді қосыпсыз. Мен қара түсті жақсы көретінімді жасырмаймын, себебі ол адамды ойландыратын түс. Сондықтан да қараға басымдық танытатыным рас. Айнұр, коллекцияңыздың аты тегі не мағынаны білдіреді? Әр коллекциямызға ат қоюды әдетке айналдырғам. Бұл жолы тегі деп шығаруды жөн көрдім. Шыққан тегі түп тамыры деген мағынада. Бүгінгі топтамамызды шығара отырып, әркім өз шыққан тегін біліп, абыройын асқақтату тиіс деген оймен жасадық. Осылайша дизайнер сән арқылы әр адамды түп тамыры мен ата тегін ұмытпауға шақырады. Ал Айнұрдың топтамасын тамашалауға келген Леонид Жеребцов сын айтуға жүрексінді ме, үлгілерге жақсы деген баға берді. Айнұр фэшн саласында бизнес жасап жүрген санаулы жанның бірі. Маған оның перформанстары қатты ұнайды. Коллекциялары да жаман емес, бәрі керемет. Сән қуған сылқымдар мен дизайнерлер ғана бұл кештің қадірлі қонағы атанды десеңіз қателесесіз. Жиналған жұрт арасынан саясаттанушы Досым Сатпаевты кездестіріп қалдық. Мені дәл осылай фэшн шараларда өте сирек кездестіресіз. Алайда Айнұр Тұрысбек менің ең жақын досым. Сондықтан уақыт болса көрсетілімін жібермеуге тырысамын. Олай болса саясаткерге Айнұр Тұрысбектің келесі көрсетілімінде кездескенше дейміз.